Сәлем балақай. Бүгін біз әртүрлі пішіндермен танысамыз. Бұл дөңгелек. Оның бұрышы жоқ, өзі тегіс. Дөңгелекті кейде шеңбер деп те атайды. Міне дөңгелек алма, дөңгелек апельсин, дөңгелек қарбыз. Бұл төрт бұрыш, оның төрт жағы бірдей және төрт бұрышы бар. Міне төрт бұрышты терезе, төрт бұрышты сағат және төрт бұрышты ойыншық. Бұл үш бұрыш, оның үш жағы бар және үш бұрышы бар. Міне үш бұрышты тау, үш бұрышты қайық және үш бұрышты үйшік. Бұл тік бұрыш, оның төрт жағы бар. Қарама-қарсы жақтары бірдей ұзындықта және төрт бұрышы бар. Міне тік бұрышты үстел, тік бұрышты тоңазытқыш және тік бұрышты есік. Бұл сопақша, оның бұрышы жоқ, пішіні сопақ, аздап дөңгелекке ұқсайды. Міне сопақша қауын, сопақша нан және сопақша шарлар. Бұл ромб, оның төрт жағы бірдей және төрт бұрышы бар, бірақ төрт бұрыш пен тік бұрышқа ұқсамайды. Міне ромб пішінді батбұрауық. Бұл жұлдыз, оның бес бұрышы бар. Міне жұлдызды аспан, жұлдызды шар, міне жұлдызды шам. Ал бұл жүрек, ол мейірімділік пен сүйіспеншіліктің белгісі. Міне жүрек пішінді тәтті, жүрек пішінді шар,